Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін өтетін сабағымыз 2 сынып математикасының 1 сабағы екі таңбалы сандардың құрылуы. Демек, 1 тапсырма натурал сандар дегеніміз не? 1 сыныпта алған біліміңді есіңе түсір. Жалпы натурал сандар дегеніміз натурал сандар қатары бұл өсу ретімен орналасқан барлық натурал сандар жиыны болып табылады екен. Демек, натурал сандарға қандай сандар кіреді? Кәдімгі өзіміздің күнделікті пайдаланып жатырған сандар кіреді екен. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 саны екен. Бірақ 0 саны натурал санға кірмейді екен. Натурал санға кірмейді. Бұл санды біз алдағы уақытта өтетін боламыз. Бұл бүтін санға кіреді екен. Натурал санға кірмейді деп жазып қояйық, кірмейді. Жалпы сонда натурал сан дегеніміз барлық санауға келетін сандар екен. 1-ден 9-ға дейін шексіз кете береді. Келесі 2 тапсырмада шаршыларды сана, егер бір шаршыны бір бірлік деп қабылдасақ, онда неше бірлік бар дейді. Ендеше көрейік. Жалпы шаршыларды санап шығатын болсақ, мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 шаршы бар екен. 10 шаршы болатын болса, 10 бірлік бар екен. 1 ондық немесе 10 бірлік бар екен. Демек, А тапсырмасына қарайтын болсақ, 1 бірлік бұл 1, 2 бірлік бұл 2 екен. Осылай жазып шығайық. Ендеше жазайық. 1 бірлік тең болады бұл 1-ге, Бұл бізде А тапсырмасы, Келесі, барлығын солай жазып шығады екенбіз, Қазынан өшейм. Келесін, барлығын солай жазып шығады екенбіз. 2 бірлік, 2, 3 бірлік, 3-ге, Демек, мұнда қарайтын болсақ, жалпы барлығын жазып шықтым. 1-ден 10-ға дейін, 10 бірлік дегеніміз бұл бізде 1 ондықты береді екен, 1 ондыққа тең болады екен. Барлығы бірліктер 2 саннан құралғандықтан біз оны ондық деп жазады екенбіз, 1 ондық, яғни ол 10-ға тиісті екен, Жалпы 10 бірлік бар екен. Бұл бізде А тапсырмасы. Келесі, Ә тапсырмасына қарайтын болсақ, әр суретте барлығы неше шаршы бар? Ендеше санап көрейік, Жалпы бұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Жалпы мұнда 10 екен, ал мұнда 1. Мұнда 10, 11, 12 екен. Қарайтын болсақ, 1 ондық, яғни 10-ға қосамыз 1-ді тең 11. 10-ға қосамыз 2-ні. 10-ды 1 ондық деп жазамыз. Сонда 12-ге тең болады екен, Осыны көшіріп жазып алсақ болады. Келесі Б тапсырмасына қарайтын болсақ, мұнда жалпы барлығы 10, Қарайтын болсақ, мұны. Біріншіде 10, мына жерде 10, барлығын санап шығатын болсақ, 10 шаршыдан орналасқан екен. Ал енді олардың қатар санын санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жалпы барлығы 6 екен. Ал енді мұнда жазайық. 1 ондық деген 10, 2 ондықта 10 бар, 3 ондықта жалпы 30 болды. Мұнда жазамыз. 4 ондық, 40, 5 ондық, 50, және 6 ондық тең 60 болады екен, Бұл бізде 2 тапсырма. Ал енді келесі 3 тапсырмаға өтейік. 3 тапсырмада сандарды ата дейді. Үлгі бойынша 3 ондық 8 бірлік. Жалпы 38 болады екен, Ал ендеше жазайық. Үлгі бойынша жазып шығайық. Бірінші 3 ондық 8 бірлік тең 38 болған екен. Әрі қарай жалғастырайық. Сонда 5 ондық 6 бірлік. Бұл дегеніміз қандай санды береді?
56 дегенді береді, 56. Келесі, 6 ондық, 9 бірлік. Менің ручкам жазу ыңғайсыз болғаннан кейін осылай қисайып бара жатыр, әріптер. Келесі, 69 болады екен. 9 ондық, 9 ондық деген 90 деген сөз, оған 7 бірлікті қосамыз. Сонда 97. 7 ондық, 8 бірлік. Бұл дегеніміз 78, Келесі, 8 ондық, 5 бірлік. 85 болады, 41 бірлік дегеніміз, бұл 41-дің өзі болады екен. Бұл бізде 3-ші тапсырма. Ендеше келесі 4-ші тапсырмаға өтейік. Төртінші тапсырмада әр суретте қанша зат бар дейді. Ендеше санап көрейік. Бірінші бізде кітаптар берілген, қаламдар берілген екен. Ендеше оларды санап көрейік. Кітаптар жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кітап. Және мұнда 11, жалпы 12 кітап бар екен. Ал енді біз оны бірліктер және ондықтар деп жазып алайық. Ендеше жазайық. 10 қосылған 2, жалпы 12 кітап бар екен. Кітап. Ал енді қаламдар санайтын болсақ, жалпы мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мұнда жалпы барлығы 10 екен. Мұнда тағы 10. Сонда 10 қосылған 1 жатыр. Сонда жалпы барлығы 21 қалам екен. Жай ғана санап шықтық. Келесі 5-ші тапсырмада, А тапсырмасында 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана дейді. Ендеше жазып шығайық. 20-дан бастап 40-қа дейінгі сандар. Олар қандай сандар? 20-дан бастап, яғни 20-ны қосамыз. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 және 40. 20-дан бастап 40-қа дейін бір-бірден қоса отырып сана дейді. Барлығын жазып шықтық. Ал енді Ә тапсырмасына қарайтын болсақ, 30-дан бастап 10-ға дейін бір-бірден азайта отырып сана дейді. Бұл дегеніміз кемітеміз енді. 30, 29, керісінше санаймыз. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 және 10. Бұл бізде 5-ші тапсырма. Келесі 6-шы тапсырмада қалып қойған сандарды ата дейді. Мен мұнда барлығын жазып қойдым. Яғни 50-ден басталған А тапсырмасында 50 бірлік тең 50-ге тең. 51 бірлік деген бұл 51-ге тең. Осының арасында мұнда көп нүкте берілген. 51 мен 70-дің аралығындағы сандарды жаз дейді. Демек, мұнда қарайтын болсақ 50 бірлік 50, 51 бірлік 51. Яғни өз көрсетіп тұр. Мысалы 60 бірлік дегеніміз 60-қа тең. 63 бірлік деген сөз 63-ке тең екен. Дәл солай, міне 64, 65, 66, 67, 69, 70-ге дейін жаздық. Бізге мұнда 70-ге дейін деп жазылған. 70 бірлік деген, яғни 70-ге тең екен.
Осылай барлығын жазып аламыз. Егер де түсінбеген жерлері болса, комментария бөліміне жазсаңыздар, мен басынан сол жерін қайталап түсіндіріп беремін, иә? Келесі тапсырмаға өтейік. 7-ші тапсырмада жауабы 15-ке тең мысалдарды ғана жаз дейді. Мұнда 6-ші тапсырманың тапсырмасын айтып өте салайын. Мен оны жазған жоқпын. Өйткені 10 ондық 100-ге тең, 9 ондық 9-ға. Осының енді арасында қалып кеткен сандарды дәл солай тапсырмасына байланысты жазып шығады екенбіз. Демек 19 қарап отырғандай кему ретімен берілген, иә? 19, одан кейін 8 жоқ, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Бізде бір мұнда жазылған екен. Дәл осылай үлгідегі бойынша жазады екенбіз. 8 ондық, нүкте қоямыз, тең 8 дейміз, 2 ондық, тең 2 деп осылай жазып шығады екенбіз. Ал енді 7-ші тапсырмаға өтейік. 7-ші тапсырмада жауабы 15-ке тең мысалдарды жаз дейді, иә? Демек, көрейік. 16-ға 3-ті қосатын болсақ, бізде 19 бұл 15 санына тура келмеді, иә? Келесі, 19-дан 4-ті азайтатын болсақ, 15 болады екен. Демек, біз бұл мысалды жазады екенбіз. 19-дан азайтамыз 4-ті. Тең 15 болады, иә? Келесі, 19-дан 2-ні азайтсақ, 17. Бұл 15 деген жауаппен сай келмейді. Келесі, 12-ге 2-ні қоссақ, 14 болады. Бұл да жауапқа сай келмейді екен, иә? Демек, бұл да дұрыс емес. Келесі, 13-ге 2-ні қосамыз, 15 болады екен. Бізге жазып ал деген. 13-ге 2-ні қосамыз, 15. Осы 2 мысалды жазып алады екенбіз. Келесі, 8-ші тапсырмаға өтейік. 8-ші тапсырмада 70-тен 80-ге дейінгі сандарды өсу ретімен жаз дейді. Демек, жазайық. 8-ші тапсырма өсу реті деп жазып қойын, өсу реті. Бізге 70-тен 80-ге дейін деп тұр. Демек, 70-тен бастайық. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, осылай жазып кете береміз. 77, 78, және 79 кіреді, және соңғы сан 80 екен. Ал енді келесі 2-ші тапсырмасы бар екен. 40-тан 30-ға дейінгі сандар дейді. Мұнда қарайтын болсақ, 40-тан 30-ға дейін. Демек, бұл жерде кему реті екен, иә? Өйткені үлкен саннан кіші санға қарай жазады екенбіз, иә? 30-ға дейін жазамыз. Демек, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31 және 30 деген санның өзі де кіреді, иә? Бұл бізде 8-ші тапсырма. Ендеше келесі 9-ші тапсырмаға өтейік. 9-ші тапсырмада сандарды ата дейді. 73, 37, 77, 33, иә? Ал енді тапсырмаға қарайтын болсақ, осы сандарды жазу үшін неше цифр қажет болды дейді. Ендеше жазайық. Жалпы бізде 4 сан берілген, 73, 37, 77 және 33 деген сандар берілген деген. Мұнда қарайтын болсақ, 3 пен 7 деген сандар ғана, 2 сан ғана пайдаланылған, иә? Ал енді осы сандарды жазу үшін қажет болған цифрлар дейді. Бізге қажет болған цифрлар, қажет цифр, бұлай жаза салайын, иә? Мен жаңа ауызша айтып, енді қайтадан жазайын деп тұрмын. Қажет цифр сонда бізде 3 пен 7 деген сандарды пайдаланған екен. Ал енді әр санның жазылуында 3 және 7 цифрлары нені білдіреді дейді. Мұнда қарайтын болсақ, 73 бірінші сан, иә? Бұл дегеніміз 7 ондық, 3 бірлік, иә? 3 бірлік. Келесі, 37 деген сан. Алдындағы сан 3
ондық, 7 бірлік екен, е? Келесі сан 77 деген сан. 7 ондық және 7 бірлік екен. Келесі соңғы сан 33, 3 ондық, 3 бірлік екен, е? Санның әрбір цифры белгілі бір орынға, яғни позицияға ие. Оны разряд деп атайды екен, е? Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше достар. Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыз 2-ші сынып математикасының 2-ші сабағы, 2 таңбалы сандарды оқу және жазу. Сонымен бірінші тапсырма: Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқылғанын біл. Ол үшін дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді. Сонымен А тапсырмасында жалпы дөңгелектерді санап шығайық, е? Демек, жасыл түсті дөңгелектерді санап көретін болсақ, мұнда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 екен, е? Мұнда да дәл солай 10 жасыл дөңгелек бар екен. Демек, бұл жерде біз санайтын болсақ, А тапсырмасында 2 ондық бар екен. Ал енді сары түсті дөңгелектерді санайтын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5 екен. Демек, 2 ондық, 5 бірлік болады екен, е? 5 бірлік деп жазайық. Бірлік. Бұл дегеніміз 5, е? Демек, А нұсқасы мұндағы 25 дегенге сай келеді екен. Келесі, Ә тапсырмасын қарайтын болсақ, мұнда жалпы санағанда 10 шықты, е? 10. Демек, 1 ондық, е? Ә тапсырмасында 1 ондық және бірліктерді санайық енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 екен. Демек, 1 ондық, 9 бірлік. Бұл дегеніміз 19 екен. Бұл бізде 19, е? Келесі, мұнда 10, 20, 30, е? Жалпы барлығын өздеріңде санап көретін болсаңдар, 30. 30 дегеніміз 3 ондық, е? Жазайық. Б тапсырмасында 3 ондық. Бірліктерді санайық. 1, 2, 3, 4 екен. 4 бірлік. Бұл дегеніміз 34 екен, е? Мына дөңгелектің барлығын санап көретін болсаңдар да, осы 34 саны шығады екен. Бұл демек, мына жасыл түсті кітапқа сай келеді екен, е? Бұл бізде бірінші тапсырма. Келесі, екінші тапсырмаға өтетін болсақ, екінші тапсырмада сандарды жаз және оқы дейді. Демек, 2 ондық, 8 бірлік, е? Бұл дегеніміз 28 деген сан екен. Мұнда жазайық. 28. Келесі, 6 ондық, 0 бірлік. Демек, 6 ондық деген 60, 0 бірлік болса, 0-дің өзін жазамыз. Келесі, 3 ондық, 9 бірлік. 39, е? 75 бірлік. 75 бірлік болатын болса, сол 75 санының өзі болады екен, е? Немесе оны 7 ондық, 5 бірлік деп жазу керек еді. Бұл бізде екінші тапсырма. Келесі, үшінші тапсырмада
Екі таңбалы сандарды жаз және оқы дейді. А тапсырмасында ондықтары мен бірліктерінің цифрлары бірдей дейді. Демек, жазайық. А тапсырмасында ондықтары мен бірліктерінің цифрлары бірдей. Бірдей сан болу керек. Демек, ондық 1, бірлік 1, 11. 22. Қарап тұрғандай, ондықта 2, бірлікте 2. Екеуі бірдей деп сұрап тұр, иә? Келесі 33, иә? Келесі 44, 55. Бұл бізде екі таңбалы сандар, иә? 66, 77, 88 және 99 деген сандары кіреді екен, иә? Демек, жалпы барлығы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 сан бар екен. Келесі. Ә тапсырмасында ондықтарының цифрлары бірдей, 4-ке тең, ал бірліктерінің цифрлары әртүрлі дейді. Ендеше жазайық, иә? Ә тапсырмасында ондықтарының цифрлары бірдей дейді. Демек, жазайық. Мысалы, ондықтарының цифрлары бірдей. 40, 41, ондықтары барлығы 4-тен басталып жатыр, иә? 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 және 49 деген сандар кіреді екен, иә? Бұл бізде 3-ші тапсырма. Келесі 4-ші тапсырмаға өтетін болсақ. 4-ші тапсырмада сандарды өсу ретімен жаз дейді. Ендеше жазайық. А тапсырмасы. Жанына жазып қойын, иә? Өсу реті бойынша. Өсу реті. Өсу реті дейтін болсақ, яғни кішкентай саннан жоғары үлкен санды жазады екенбіз, иә? Мұндағы ең кішкентай сан бізде мұнда 0 деген сан екен, иә? Демек, 0 кіреді. Келесі 5 саны кіреді. Жоқ, мұнда 2 қалып кетіп той. 0, 2, 5, 7. Келесі 14, 16, иә? Келесі 18 және 20 деген сандар кіреді екен, иә? Бұл бізде А тапсырмасы. Келесі Ә тапсырмасында мына сандардың арасындағы сандарды ата дейді. 15 пен 18, 7 мен 14 дейді. 15 пен 18-дің арасындағы сандар. Демек, мұнда жазайын. 15 пен 18 сандардың арасындағы сандар, демек, былай стрелка қоясың. 16 жоқ арасында және 17 жоқ екен. Келесі 7 мен 14 санның арасындағы сандарды ата дейді. 7 мен 14-дің арасында қандай сандар жоқ? 7, одан кейін 8, 9, 10, 11, 12 және 13, 13-тен кейін 14 бар. Демек, осы 8, 9, 10, 11, 12, 13 сандары арасында жоқ екен. Бұл бізде 4-ші тапсырма. Келесі 5-ші тапсырмада сәйкестендір дейді. Ауызша сандар берілген және санның оқылуы берілген, демек, жазайық. 25, 25, демек, біріншісі Ә екен. Мұнда Ә деп жазып қойын. Келесі 34, бізде Б екен, ойы. 78, мұнда сан жазылған және санның жазбаша түрі жазылған, оларды жай ғана сәйкестендіреді екенбіз. Келесі 6-ші тапсырмаға өтейік. 6-ші тапсырмада
А тапсырмасы. 9 саны 6-дан неше бірлікке артық дейді. Ендеше жазайық мұнда. А тапсырмасы 9-дан 6-ны азайтсақ, 3 бірлік. 9 саны 6-дан 3 бірлікке артық екен. Артық деп жазбайын. 3 саны артық екен. Келесі ә тапсырмасында 4 саны 8-ден неше бірлікке кем дейді. Демек, мұнда 8-ден 4-ті азайтсақ, 4 сан бізде кем екен, Бұл бізде 6-шы тапсырма. Келесі 7-ші тапсырма. 7-ші тапсырмада есепті шығар дейді. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 7-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды дейді. Демек, мұнда жазатын болсақ, есепті шығарайық. Ең алдымен берілгені деп жазып алайық. Демек, сатып әкелді. Сатып әкелді 10 жұмыртқа. 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Сонда азайтады екенбіз, Дайындады. 4-еу, 4 жұмыртқа. Енді қалғанын анықтауымыз керек. Қаншасы қалды? Бұл жерде жай ғана азайтады екенбіз, Шешуі. Қалғанын анықтау үшін 10-нан 4-ті азайтады екенбіз. Сонда жауабы 6 жұмыртқа қалды деп жазайық. Қалды. Бұл бізде 7-ші тапсырма. Келесі 8-ші тапсырмада 9-ға дейін толықтыр дейді. 7, 6, 5, 4, 3 деген сандар берілген екен, Демек, оларды 9 санынан сандарды толықтырып шығуымыз керек екен. Демек, ең алдымен 7-ші тапсырмада 7-ні 9-ға толықтыру үшін 2-ні қосамыз, 9 болып толықты. 6 санын толықтыру үшін 3-ке қосамыз, 9 болады. 5 санына 4-ті қоссақ 9 болады. 9 санына толықтыру керек. 4-ке 5-ті қоссақ 9 болады. Және 3-ке 6-ны қоссақ 9 болады екен, Келесі 3-ке кеміт дейді. Демек, барлығын кемітіп азайтып шығамыз, кеміт деген. Демек, 9-дан 3-ті азайтсақ 6, 13-тен 3-ті азайтсақ 10, 9-дан 3-ті азайтсақ 6, 13-тен 3-ті азайтсақ 10, 5-тен 3-ті азайтсақ 2, 17-ден 3-ті азайтсақ 14 деген сан шығады, және 4-тен 3-ті азайтсақ 1 саны шығады екен. Бұл бізде 8-ші тапсырма. Келесі 9-ші тапсырмада 2 таңбалы сандарды жаз және оқы дейді. Демек, А тапсырмасында ондықтары 1-ге тең, ал бірліктері әртүрлі дейді. Демек, жаңағыдай жазып шығамыз. Яғни А тапсырмасында 1-ге тең дейді. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19 сандары кіреді екен, Ал енді ә тапсырмасына қарайтын болсақ, ә тапсырмасында ондықтары әртүрлі, ал бірліктері бірдей дейді. Онда былай алып көрейік. 15, 25 мысалы, жазайын. 15, 25, 35, 45 және 55, 65,
75, 85 және 95 сандарын жазайық. Демек, грек тілінен аударғанда математика білім, ғылым дегенді білдіреді екен. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар араб цифрлары екен. Жалпы барлық сандары осындай 10 саннан құралады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше достар. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Саламатсыздар ма, құрметті достар, бүгінгі өтетін сабағымыз 2-ші сынып математикасының 3-ші сабағы, екі таңбалы санның разрядтық құрамы. Сонымен бірінші тапсырма, екі таңбалы сандардың разрядтар кестесіне қара. Әр санның ондықтары мен бірліктерін ата, сандарды жаз деді. Демек, мұнда біз қарайтын болсақ, ондықтар, бірліктер және санның оқылуы, санның жазылуы жазылған екен. Ал енді қарайтын болсақ, 2 ондық, 9 бірлік. Бұл дегеніміз 29, ал жазылуы бойынша 29 деп жазылған екен. Ал енді 4 ондық, 7 бірлік, бұл дегеніміз 47, мұнда жазбайық, 47 деп. 47. Ал енді санның жазылуы 47 деп осылай жазады екенбіз. Келесі 7 ондық, 8 бірлік, бұл дегеніміз 78 деген, 70 жазылуын жазамыз. Ал енді жазайық 78 деген, осылай жазады екенбіз. Бұл бізде бірінші тапсырма. Ал енді келесі екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада Мәдидің туған күні қыркүйек айының нешесі? Осы санды ата және оны разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз деді. Қай цифр бірліктер санын білдіреді? Қай цифр ондықтар санын білдіреді? Сурет бойынша өзің басқа сұрақтар құрастыр дейді. Ал енді қарайтын болсақ, қыркүйектің 17-сі көрсетілген, мұнда міне қыркүйектің 17-сі көрсетілген екен. Сонда қай цифр бірліктер санын білдіреді? 1 ондық, 7 бірлік, Қай цифр ондықтар санын білдіреді? Ондық бізде 1, Осылай жазып кетеміз. Ал енді жауабын осылай жазып қояйық, Жауабы мұнда. Қыркүйектің 17-сі екен, Қыркүйектің 17-сі. Бұл жерде бізде 1 бізде ондық екен, ал 7 бірлік екен, Сонда 17 деген сан шығады екен, Ал енді келесі, немесе бұны былай жазып қояйық, 17 тең 1 ондық, 7 бірлік деп жазып қояйық. Келесі үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада санның разрядтық қосылғыштарын тап дейді. Демек 98, 9 ондық, 8 бірлік, Алдындағы сан ондық екен, одан кейінгі сан бірлік екен. Сонда 90 қосылған 8, 98 шығады екен, 46 4 ондық, яғни 46 бірлік. 40-қа 6-ны қоссақ 46 болады, 39 шығу үшін біз 30 және 9 дейміз. Сонда 30-ға 9 қоссақ 39 болады екен. Келесі 4-ші тапсырмаға өтейік. 4-ші тапсырмада сандарды ата. Әрбір санда неше бірлік бар? 4 ондық, 8 бірлік, 3 ондық, 3 бірлік, 5 ондық, 0 бірлік екен, 7 ондық, 4 бірлік. Осы сандар жазылған екен. Ал енді оларды есептеп жазып шығайық, Мысалы, біріншісі, бұл бізде 4-ші тапсырма, 4 ондық,
8 бірлік, е? Бұл дегеніміз 48 бірлік болады екен. 48 бірлік бізде 48-ді береді екен, е? Келесі 3 ондық, 3 бірлік. Бұл бізде 33 бірлік, е? Ал 33 бірлік дегеніміз бұл 33-ті береді екен. Келесі 5 ондық, 0 бірлік, е? Бұл дегеніміз 50 бірлікті береді екен. 50 бірлік. Бұл 50 деген санды береді екен. Және соңғысы 7 ондық, 4 бірлік, е? Тең болады 74 бірлік болады екен. Ал енді 74 бірлік дегеніміз 74 деген санды береді екен. Бұл бізде 4-ші тапсырма. Келесі 5-ші тапсырмаға өтейік. 5-ші тапсырмада мысалдарды шығар дейді. Ендеше шығарайық. 12-ге 7-ні қосатын болсақ, 19 болады, е? 18-ден 6-ны азайтсақ, 12 болады екен. 20-ға 80-ді қосатын болсақ, 100 саны шығады, е? Ал 90-нан 60-ды азайтсақ, 30 саны шығады екен. Келесі 6-ші тапсырмаға өтейік. 6-ші тапсырмада сәйкестендір дейді. Бұны ауызша есептеткенбіз, е? Бірінші теңдеу x қосылған 7 тең 17 деген теңдеу берілген. Ал енді бұл теңдеуді орындау үшін орындарын ауыстырамыз, е? Яғни 17 азайтылған x тең 7. X азайтылған 7 тең 10 деп орындарын ауыстырған екен. Ал енді олардың мәнін есептеп көрейік. Бірінші есеп x қосылған 7 тең 17. Бұл оң жақтағы қай нұсқаға тең болады екен көрейік. Бірінші А нұсқасында 17 мен белгісіз санның айырмасының мәні 7-ге тең екен. Бұл бізде наған сай болып тұр, е? 17 мен белгісіз санның айырмасының мәні 7-ге тең деп тұр. Бұл 2 бізде А болады екен. Келесі, белгісіз сан мен 7-нің қосындысының мәні 17-ге тең дейді. Бірінші теңдеу Ә нұсқасына сай келеткен. Үшіншісі сөзсіз. 7 саны белгісіз саны 10-ға кем. Сөзсіз Б нұсқасына сай келеткен. Сонда біріншісі Ә, екіншісі А, үшіншісі Б екен, е? Бұл бізде 6-ші тапсырма. Келесі 7-ші тапсырмаға өтейік. 7-ші тапсырмада Аружан бірінші жолға 13 цифры, ал екінші жолға одан 2 цифр кем жазды дейді. Аружан екінші жолға неше цифр жазды дейді. Ең алдымен берілген жазайық. Берілгені бірінші жолға неше дейді? 13 цифр, е? 13 цифр екен. Ал екінші жолға қанша еді? Екінші жолға 2 цифр одан кем жазған екен, е? 2 цифр кем деп жазып қояйық. Ол бірге қарағанда, е? Қарағанда дейтін болса, осылай белгілейміз. Ал енді Аружан екінші жолға неше цифр жазды? Екінші жол қанша цифр? Ал енді шешуін анықтайық. Шешуі, демек 13-тен 2-ні азайтсақ 11 болады, е? Бұл сонда екінші жолға кем жазғаны көрінеді. Сонда жауабы 11 цифр екен, е? Екінші жолға 11 цифр жазған екен. 1 цифр деп қояйық. Бұл бізде 7-ші тапсырма. Келесі 8-ші тапсырмада екінші разрядтың 3 бірлігінен және бірінші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды разрядты қосылғыштарының қосындысы түрінде жаз дейді.
Ендеше белгіні жазып алайық. Ендеше мен бұлай жазып алдым. Екінші разрядтың бірлігі ондық, бірінші разрядтың бірлігі бірлік екен. Ал енді 3 және 5 бірлігінен тұратын санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Демек, 3 ондық, 5 бірлік, бұл дегеніміз 30 қосылған 5 тең 35 екен. Бұл бізде 8-ші тапсырма. Келесі 9-ші тапсырмада менің туған күніме достарым қонаққа келді. Самат Айдостан кейін, ал Айдос Жанардан кейін келді. Әлия Саматтан бұрын келген жоқ. Қонаққа кімнен кейін келгенін анықта дейді. Ендеше оларды ретімен жазып шығайық. Дос, Самат және Жанар, және Әлия да қосылады екен, Ендеше бірінші, менің туған күніме Самат Айдостан кейін дейді. Ендеше бірінші Айдос жазайық. Айдос Самат Айдостан кейін келді дейді. Демек, бірінші Айдос келді, одан кейін Самат. Ал Айдос Жанардан кейін келді дейді. Демек, мұнда Жанар жазады екенбіз. Әлия Саматтан бұрын келген жоқ дейді. Демек, ең соңында Әлия келген екен. Ал енді оларды рет-ретімен жазатын болсақ, бірінші Жанар келген екен. Бірінші Жанар, екінші Айдос, үшінші Самат, төртінші Әлия келген екен. Бұл бізде 9-ші тапсырма. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше достар. Саламатсыздар ма құрметті оқушылар, бүгінгі өтетін сабағымыз 2-ші сынып математикасының 4-ші сабағы екі таңбалы сандардың графикалық моделі. Сонымен берілген бірінші тапсырма. Суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандарының арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін жаз дейді. Ендеше орындайық. Демек, 10 мен 20 арасындағы сандар екен. Демек, оны былай есептеге. 10 мен 20 сандарының арасы, демек, бұл жерде жазып шығайық. Негізгі сан бізге 10 санын берген, және 20 санының аралығындағы мұндағы сандар табу керек. Демек, 10-нан кейін бізде 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 және 19 сандары берілген екен. Бізде осы сандарында табуымыз керек еді. Ендеше келесі екінші. Екінші тапсырма зерттеу. Екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара дейді. Төрт бұрышты жасыл және домалақ жасыл бізде ондықтар саны екен. Ал төрт бұрышты көк және домалақ көк бұл бізде бірліктер саны екен. Енді А тапсырмасына қарайтын болсақ, оларды ендеше санап көрейік. Бірінші А тапсырмасында санап шығатын болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен. Демек, 7 болатын болса, бізде 7 ондық екен. Жасыл түстер бізде ондықтар, 7 ондық. Ал енді бірліктер санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5 екен. Демек, 7 ондық бізде көк түсті, бізде бірлігі де 5 бірлік екен. Бұл дегеніміз 7 ондық 5 бірлік 5 деген сан екен. Ал енді келесі Ә тапсырмасына қарайтын болсақ, әрбір графикалық модельге сәйкес келетін екі таңбалы санды жаз дейді. Демек, бізде 70
және 5 деген сандар екен, иә? Бұл 75 деген саны, яғни 70 қосылған 5 деген сандардан құралған екен. Келесі ә тапсырмасына қарайтын болсақ, мұнда да біз санап көрейік, иә? Демек, домалақтар 1, 2, 3, 4, 5. Жасыл түс бізде ондық еді. Демек, 5 ондық. Ал енді көк түстер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 екен, иә? Мұнда енді керісінше екен. 5 ондық, 7 бірлік екен, иә? Бұл дегеніміз бізде 57 деген сандар береді. Ал енді 57 саны 50 және 7-нің қосындысы екен, иә? Келесі Б тапсырмасын көрейік енді. Б тапсырмасында жалпы санап көретін болсақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 екен, иә? 6 ондық, иә? Жасыл түсті болғандықтан ондық. Көк түсті 1, 2 екен. Демек, 2 бірлік, иә? Бірлік. Бұл дегеніміз 62 деген санды береді екен, иә? Ал енді 62 саны жалпы 60 қосылған 2 деген сандан құралған екен. Келесі үшінші тапсырмаға өтейік. Үшінші тапсырмада тапсырмаларды орында дейді. 34 санын әр түсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет дейді. Демек, жалпы 34 саны бізде 3 ондық, 4 бірлік, иә? Бұны біз тура екінші тапсырмаға сәйкес орындайық, иә? Мысалы, жасыл түсті. Осылай белгілеп алайық. Жасыл түсті. Жасыл түсті. Тура екінші тапсырмадағыдай орындап алайық, иә? Жасыл түстер бізде ондықтар еді, 1, 2, 3 ондық болды, иә? Ал енді басқа түсті көрейік. Мысалы, қызыл түсті алайық, оранжевый түсті алайық. Бұлар бізде бірліктер болсын, иә? 1, 2, 3, бізге 4 бірлік берілген, иә? Негізі мұнда 4 бірлік деп жазып алдық біз. 4 бірлік деп алады екенбіз. Демек, 4 дөңгелек деп алады екенбіз. Оларды қарап санап шығатын болсақ, мұнда 1, 2, 3 ондық жаздық. 1, 2, 3, 4 бірлік жаздық. 34 деген сан, яғни 3 ондық 4 бірлік екен. Ал енді екіншісінде 47 санын әртүрлі түсті шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет дейді. Шаршы, яғни бізде 4 бұрыш, иә? Ал енді жазайық. 47 деген сан жалпы 4 ондықты 7 бірлік, иә? Яғни бұл дегеніміз шаршылар. Жасыл түсті шаршыларды алайық. 1, 2, 3, 4, иә? 4 ондық деген. Ал енді 7 бірлік деген, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 болды, иә? Ал енді оларды санап көрейік тағы. Яғни 4 ондық 1, 2, 3, 4 ондық, 7 бірлік 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бірлік бар екен, иә? Демек, 47 сан деген 4 ондық 7 бірлік екен. Бұл бізде үшінші тапсырма. Келесі 4-ші тапсырма теңдеулерді тап дейді. Оларды шеш дейді. Қарайтын болсақ, бірінші 8 азайтылған x. Мұнда теңдігі жоқ екен. Демек, бұл дұрыс емес. Келесі 10 азайтылған x. Бұл бізде теңдеу, иә? Белгісіз айнымалысы бар болатын болса, бұл теңдеу екен. 10 азайтылған x тең 8. X-ті бір бетке көшіреміз, 10-нан 8-ді азайтамыз, иә? Сонда x тең 2 болады екен. Бұл бізде жауап. Ал енді орнына барып тексеріп көретін болсақ, 10-нан 2-ні азайтсақ, 8 болады, иә? 8 тең 8 шығады екен. Бұл бізде орындалды. Келесі 10 азайтылған 3 тең 7.
Бұл да теңдеуге жатпайды. 5 үлкен 3-тен. Бұл да жатпайды. X азайтылған 8 тең 10. Бұл бізде теңдеуге жатады, иә? Демек шешейік. X азайтылған 8 тең 10. X-ті бір жаққа, сандарды бір жаққа өткізеді екенбіз. Егерде теңдіктің сол жағында азайту болса, оң жаққа өткенде қосу болып өтеді. Демек мұнда X тең 10-ға 8-ді қоссақ, 18 болады. 18 деп жазып қояйық. Бұл бізде жауап. Ал енді орнына қойып тексеріп көретін болсақ, жалпы 18-ден 8 азайтсақ, 10 болады. 10 тең 10. Бізде сонда 4-ші тапсырмада жалпы 2 теңдеу бар екен. Келесі 5-ші тапсырмада сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Мендеше жазайық, 30 санын жазып шығайық. 5-ші тапсырма. 30 дегеніміз жалпы 30 қосылған 27 деген жалпы 20-ға қосамыз 7-ні. 59 деген жалпы 50-ге қосамыз 9-ды. Келесі 93 тең болады 90 қосылған 3. Осылай жазып шығады екенбіз. Келесі 6-ші тапсырмаға өтейік. 6-ші тапсырмада 42 санының ондықтар разрядындағы цифрдың мәнін 1-ге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрдың мәнін 1-ге кеміт дейді. Ендеше жазып алайық. 6-ші тапсырмада 42 саны, яғни 42 ондық, 2 бірлік. Демек, 4-ке 1-ді қоссақ 5 ондық болады екен. 2-ден 1-ді азайтамыз, 1-ге кеміт деген. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 бірлік қалады екен. Демек, 5 ондық, 1 бірлік. Бұл дегеніміз 51 санын береді екен. Келесі 7-ші тапсырманы алайық. 7-ші тапсырмада есепті шығар дейді. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды дейді. Демек, ең алдымен олардың берілгенін жазып алайық. Ендеше берілгені бірінші топ 19 жұмбақ екен. 19 жұмбақ. Ал екінші топ белгісіз, бірақ 7-еуі кем екен. Ал енді оның шешуін анықтау үшін шешуі деп жазып қояйық. Түсінікті болу үшін шешуі кем болған үшін 19-дан 7-ні азайтамыз. Сонда 12 болады екен. Ал енді жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырған екен. 12 жұмбақ жасырды деп жазып қояйық. 8-ші тапсырмада дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санның әртүрлі графикалық моделін сал дейді. Осы санның көршілерін разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз дейді. Ендеше орындайық. саны, жалпы 26 саны бұл 20 қосылған 6 деген саннан құрылған. Бұл дегеніміз 2 ондық 6 бірлік екен. Тор көздері деп тұр. Демек, былай істеген. Екі бірлік, екі бірлік бізде. Яғни 6, 2 ондық, 6 бірлік, 1, 2, 3, 4, 5, және 6 бірлік.
Оларды санап көрейік. 1, демек 1, 2 ондық, 2 ондық бізде. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 бізде бірлік екен. Ал енді 26-дан кейін бізде 25, 26 және 27 екен. Ал енді 25 саны 20 қосылған 5 сандарынан құралған. Бұл дегеніміз 2 ондық, 5 бірлік екен. Ал 27 саны 20 қосылған 7 сандарынан құралған. Бұл дегеніміз 2 ондық, 7 бірлік. Бұл бізде 8-ші тапсырма. Келесі 9-ші тапсырмада пойыз құрастыр ойын екен. Үлгі бойынша 4 қосылған 6 қосылған 7 тең 17 шығу керек екен. Ал енді дәл солай жауабы бірдей сәйкес келу керек екен. Ал енді қарап шығайық. 17 саны шығу үшін қандай сандарды қосқан кезде шығады? Бізде көрсетілген 4, 6, 7 саналарын қосқанда 17 шыққан екен. Ал енді 1, 4, 9 және қандай сандарды қосқан кезде жауабы 14 шығады екен. Демек, 1-ге 4-ті қоссақ 10, мұнда 14 шығады екен. Осылай құрастырып көреміз. 1, 9, 3, 13 саны бізде мынау. Осы екеуін жалғаған кезде 13 шығады екен. Келесі. 15 шықпай қалды. Бұл бізде жауап болмай қалды. Келесі. Үшеуін белгіледік. Енді келесі мыналарды салыстырып көрейік. 9, 1, 2, 12 деген. Мынаны жалғасақ 12 шығады екен. Мынаған жалғаймыз, мынаған жалғайды екенбіз. 6, 10, 15 саны шығу үшін. Мынаны былайынан жалғайды екенбіз, 15 шығу үшін. 1-ге 7-ні қоссақ 8, 8-ге 8-ді қоссақ 16 сандары шығады екен. Осылай барлығын жазып шығады екенбіз. Ал енді мен мына жерге жазып шығайын. Демек, 1, 4, 9 сандарын қосқанда 14 шықты. Біз жалғадық. 1-ге қосамыз 9-ды, қосамыз 3-ті. 13-ке біз жалғап қойдық. Міне мұнда көрсетілгенде. Келесі 9 қосылған 1 қосылған 2. Біз барлығын тауып анықтап қойдық. 6-ға 4-ті қоссақ 10, оған 5-ті қоссақ 15. Біз мұны да тауып қойдық. 1 қосылған 7 қосылған 8 тең 16. Бізде жалпы 1, 2, 3, 4, 5, 6 пойыз екен. 17-сі бізде үлгі ретінде көрсетілген. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесі кездескенше достар.